Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында моцарелла дайындаймыз. Үйдің сүті болу керек. Пастерленген сүттер жарамсыз. Ең алдымен кастрөлімізге сүтімізді құйып ысытамыз. Қол күйдірмейтіндей температурада болуы қажет. Термометр болса 40 градусқа дейін барады. 40 градус болғаннан кейін газымызды өшіріп 9% уксус қосып үздіксіз араластырып отырамыз. Сары суынан бөлінгенше, осылай бізде іріп өзі сары суынан бөлінеді. Сары суынан бөлінгеннен кейін сүзіп суын сорғытып аламыз. Осылай қатты қысып суын бәрін сығып алып бөлек ыдысымызға аламыз. Қайтадан газымызды қосып 70 градусқа дейін суын ысытып, тұз қосып моцарелламызды ерітеміз. Сүт міндетті түрде 6 сағаттай бөлме температурасында болу керек. Холодильниктен бірден алып жасамаңыздар, себебі моцарелла шықпайды. Осылай біздің моцарелламыз созылып дайын болды. Салқын суымызға 100 грамм тұзымызды салып, формасын келтіріп, барлығын сүзіп аламыз. Бірден үлкен қылып сап қойсаңыздар да болады. Мен осылай майда-майда қылып алдым. Салқын суға салғаннан кейін ол міндетті түрде бірден қатып қалады. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.